Қазақстанның халық жазушысы Абай атындағы мемлекеттік сыйлықтың, Фадеев атындағы халықаралық әдеби сыйлықтың лауреаты, Ұлы Отан соғысының ардагері Әзілхан Нұршаяхов Шығыс Қазақстан облысы Жанма ауданы Келінсүйегі деген жерде 1922 жылы 15 желтоқсанда дүниеге келіп, 2011 жылы ақпан айында дүниеден озды. Ауылдағы орталау мектепті бітіргеннен соң 1939-1940 жылдары Семейдегі Қазақ педагогикалық училищесінде педагогикалық институтында оқыған. 1941-1945 жылдары Қызыл армия қатарына болып, елін жаудан қарумен де қаламмен де қорғайды. Соғыста 100-ші Қазақ атқыштар бригадасында зеңбірекшілер командирі болып әскери міндетін өтеген. Калинин 2-ші Балтық, 1-ші және 2-ші Беларусь майдандарына қатысып, соғысты аға сержант болып аяқтаған. 3-ші дәрежелі даңқ, құрмет белгісі, халықтар достығы, 2-ші дәрежелі отан соғысы, парасат, отан ордендерімен ержүректілігі үшін, жауынгерлік ерлігі үшін 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысында Герман елін жеңгені үшін, Варшаваны азат еткені үшін медальдармен марапатталды. Туралы ақиқат пен аңыз романы идеологиясын жазды. Қалың оқырман жүрегінен ерекше орын тапқан оқиғасы тарихи негізінде құралған ақиқат пен аңыз идеологиясы үшін мемлекеттік сыйлыққа ие болды. 3-ші жылы оқу орнының 100 жылдығында жазушының өзінің қатысуымен Мұхтар Омарханұлы Әуезов атындағы педагогикалық колледжінің қазақ тілі және қазақ тілі оқыту әдістемесі ғылыми зерттеу орталығы жұмыс істейді. Орталық мүшелері жазушының шығармашылығын зерттелеп, студенттер арасында насихаттайды. 2019 жылы 21 мамырда Семей қаласында Әзілхан Нұршаяхов атында көше берілді.